Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын жүрек тәріздер самса дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ыстық су құямыз. 1 стакан, оның үстіне 1 ас қасық сары май саламыз. Жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз. 1 стакан сүт құямыз. 1 жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Қолымызбен жақсылап қамыр қылып илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, жұмсақ әдемі қамыр пайда болды. Бетін жауып, жарты сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өтті. Қамырымызды алып, осылай қайтарып илейміз да, 2-ге бөлеміз. Домалақтаймыз. Шетінен жая бастаймыз. Біріншісін жайып, үстіне біраз ұн сеуіп, осылай орап алып қоямыз. Екінші қамырды жаямыз. Сары майды ерітіп, біраз суытып, сосын бетіне жағып шығамыз осылай. Ыстықтай жақпаңыздар сары майды. Бұлжырап ағып кетуі мүмкін. Бірінші жағып қойған қамырымызды үстіне қойып, осылай жайып шығамыз. Оның бетіне де сары майымызды жағамыз. Арасында ауа қалып кетті, ол ештеңе етпейді. Енді видеодағыдай ораймыз. Домалақтап орап, осылай шұңғылдау ыдысқа салып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1 түн қалдырсаңыздар да болады. Салмасын дайындаймыз. Майдаланып туралған менде сиыр еті, оның үстіне 1 пиязды майдалап турап салдым. Кепкен ас көк, тұз, паприка және қара бұрыш. Салып, жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық май құйдым. Біраз құйрық май салсаңыз да болады. Егер сізде етіңіз майлы болмаса. Екінші салмасын дайындаймыз. 300 грамм тауық етін майдалап турап, үстіне 1 пияз салдым. Тұз, бұрыш, паприка салып, жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық май құйдым, сұйық май. Жақсылап араластырамыз, салмасы дайын. Менде 3 сағат уақыт өтті. Қамырымызды мұздатқыштан алып, тоңазытқыштан бөлшектерге бөлеміз. Алдымен осылай жасап аламыз, жаюға ыңғайлап.
шетінен жая бастаймыз. Біріншісін сиыр етінен бастап түйдім. Осылай жинап түйеміз. Мінекей дайын біріншісі. Екіншісі сиыр етінен. Екіншісі де дайын. Үшіншісін тауық етінен салдым. Осылай ортаға жиып, соң жағын осылай ұзынша етіп түйеміз. Сіз менің арнамды бұрыннан көріп жүрген болсаңыз, менің арнамда тамшылар деген самса бар. Сонда тура осылай түйілген. Тағы біреуін көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Осылай тез-тез түйіледі, оңай түйіледі. Бізге осындай су қажет болады. Суды самсаның екі жағына осылай жағамыз. Екеуін екі самсаға осылай екі жағына жағып, бізге осындай шпажка қажет болады. Сонымен осылай түйрейміз. Біреуін сиыр етімен, біреуін тауық етінен алып, осылай екі самсаны біріктіріп, жүрекше жасаймыз. Шпажканда біраз сулап алсақ, жақсы өтеді. Мінекей, өте әдемі жүрек болып шықты. Енді осындай фольга алып, әдемі көріну үшін мен шпажкалардың сыртын осылай орап шықтым. Дастарханда өте әдемі көрінеді. Листке осылай орналастырып алып, сосын осылай жасасаңыздар әдемі. Бір жұмыртқаны алып, үстіне бір ас қасық сүт құямыз. Жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Мен үстіне ақ күнжіт сеуіп шықтым. Қалауларыңызға қарай ақ күнжіт, қара күнжіт, мак сепсеңіздер болады, ештеңе сеппесеңіздер де болады. Мен ақ күнжіт қолдандым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет қып-қызыл болып пісіп шықты. Өте керемет. Асты да, үсті де бір келкі қып-қызыл болып пісіп шықты. Қазір көрсетемін. Менде бұл сиыр еті, екіншісі тауық етінен. Мінекей толық пісіп шықты. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.